Баршаңызға сәлем. Бүгін 3-ші сынып қазақ тілі 97-ші сабақ. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Елу үшінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Әбу-Насыр бүкіл шығыс әлеміне Арасту деген атпен даңқы жайылған оқымысты Аристотельдің шығармаларын көп оқыған. Мағынасын көкейіне тоқыған, оны ұстазы санаған. Замандастары Әбу-Насырдың ірі оқымысты, ойшыл, данышпан дәрежесіне дейін өскенін көздерімен көрген. Бірақ кейбіреулер ғұламаның алғырлық сипатын жете түсіне алмаған. Сонда олар данышпанның өзінен: "Біз таласып қалдық, анығын түсіндіріңізші, сіз алғырсыз ба, әлде Арасту ма?" деп сұрайды. "Әй, ағайындар-ай", дейді әлгі сұрақты берушілерге. "Егер мен ұлы ұстаз Арасту заманында өмір сүрсем, онда сол ғұламаның білікті шәкірті ғана болар едім." Әбу-Насырдың бұл сөзін естіген кісілер оның ақыл-парасатына бас иеді. Мәтін не туралы? Мәтіндегі негізгі ойды анықта және оған ат қой. Мәтіндегі мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле. Сол сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Сын есімдерді тап. Мәтін не туралы? Мәтін Әбу-Насыр әл-Фараби және оның Аристотельдің ұстазы санауы туралы. Негізгі ой: әл-Фараби ұлы ғалым, Аристотельдің шәкірті. Атауы әл-Фараби мен Аристотель. Сын есімдер: алғырлық, ұлы, білікті, ірі, ойшыл және данышпан. Арасту қазақша айтылуы бойынша Аристотельдің аты. Орта ғасырларда шығыс ғалымдары мен ойшылдары Аристотельді осылай атаған. Келесі 54-ші жаттығу. Әл-Фарабидің нақыл сөздерін көшіріп жаз. Даналық істі ақылға салып, тиянақты атқару деген сөз. Оған білім үйрену арқылы ғана қол жеткізуге болады. Парасат әр адамның кісілік қадірі. Адам басындағы ізгі қасиеттер парасатты өсіретін қабілет. Қайырымды, ізгі ниетті адам еш уақытта өлмейді. Нақыл сөздердің мағынасын топта талқыла. Сын есімдердің астын сыз. Мұнда бізде сын есімдер тиянақты, яғни тиянақты атқару деген мағынаны білдіреді. Ізгі қасиеттер, ізгі ниетті деген мағынаны білдіреді. Қайырымды адам. Келесі 55-ші жаттығу. Берілген сын есімге бірнеше зат есім тауып айт. Бізге берілген сын есімдер: ескі, жұқа, қызық. Енді осы сөздерге зат есімдер тауып жазайық. Ескі кітап, ескі үй, ескі киім. Жұқа қағаз, жұқа көйлек, жұқа мата. Қызық әңгіме, қызық ойын, қызық кітап. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтар туындаса, комментарийге жазып сұрай берсеңіздер болады. Мен міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беретін боламын.